Құрбан айт ұлық мереке. Бұл күндер адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге деген бекемдігі, өзгелерге жан ашырлығы таразыға түседі. Пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналатын күн. Құрбан айт мерекесін алматылықтар жалпы қалай қарсы алды? Толығырақ тілшіміз Ұлан Нарынбек тарқатып айтады. Құрбан айт мерекесін Алматы қаласының тұрғындары ерекше ықыласпен қарсы алуда. Алматылықтар таң сәріден орталық және қаланың өзге де мешіттеріне жиналып, таңғы сағат 7:30-да айт намазы оқылды. Айт намазы аяқталғаннан кейін мұсылман баласының құрбан шалып, туған туыстарына, көршілеріне айттап кіруіне болады. Құрбан айт мерекесі ізгі тілектер тілеп, бірін-бірі ренжітіп алған адамдар болса, кешірім жасасатын күн. Күллі мұсылман қасиетті құрбан айт мейрамына келіп, таңға намазға келіп отырмыз. Қазақстандықтарға тілейтінім, құрбан айт мейрамы құтты болсын, ел жұрт аман болсын, Қазақстан мәңгі өркендей берсін. Биыл Алматы қаласында құрбан шалуға арналған 21 орын бекітілген. Мал соятын орындардың тазалығын, қасапшылардың шариғатқа сай мал бауыздауын орталық мешіт бекіткен имамдар қадағалайды. Қала тұрғындарының құрбандыққа негізінен қой шалатынын ескерген діни басқарма бірнеше күн бұрын саудагерлерден Шопан ата төлінің бағасын тым қымбаттатпауды сұраған еді. Бүгінгі ұлық құрбан айтымызға сондай жақсы болды, жамағатымызда толық жиналды, қаламыздың әкімі де келіп, өзінің тілегін білдірді. Құрбан айтымыз қабыл болсын, халқымыз аман болсын. Бүгін орталық мешіт маңайында мұқтаж жандарға арналып дастархан жайылып, балалар үшін ойын алаңы ашылды. Жалпы қасиетті мерекені атап өту жылдан жылға жоғары деңгейге көтеріліп келеді. Оған құрбан айт мерекесінің ресми мәртебеге ие болуы да өз септігін тигізіп отыр. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар, Алматыдан.